Сәлем достар! Сәлем! Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео. Сұлтангерейдің осындай көптен бері жинап жүрген копилкасы бар етін. Біреусіне қағаз ақшалар жинап жүрді, екіншісіне тиындар жинап жүрді. Негізі бұл арнайы бір копилка емес. Копилкаға ұқсас болғандықтан Сұлтангерей өзі жинағысы келді. Мына жерде тиын салатын жер бар. Осындай осы жақында толығымен толды. Сол себептен ішін ашып, қанша ақша жиналғанын санап көрейік деп шештік. Бұлай кішкентай болып көрінгенмен менің алақанымда екен, бірақ өте ауыр негізі. Сол себептен салмағы қанша килограмм болды екен деп ойлап отырмыз. Өлшеп көргіміз келіп отыр. Мінекей мен электрондық таразы алып келдім. Қазір қояйық. Грамм дегенге. Осы жерге салмағын қойып өлшеп көрейік, қанша шығады екен. Қараңыздар. 1 килограмм 954 дейді. Қағаз ақшаны соңында санайық. Мына жерде Сұлтангерейге негізі апасы сыйлаған осындай $2 ақшасы да бар ішінде. Мінекей. Осыдан екеу. Және де достар, соңында осындай менің өзімнің сандықшам бар етін кішкентай кезімнен жинаған. Осыны соңында ішінде не бар екенін көрсететін боламын. Бұның ішінде де тиындар, ақшалар бар. Қандай ақша бар екенін соңында көресіздер. Кән аша қой Сұлтангерей. Мына Сұлтангерей бұны өзі жасаған болатын. Негізіне қолға тағатын резинка ғой. Мынау ашылып кете бермес үшін осы резинкамен өзі осылай қоршаған, ораған болатын. Ал тиындарымызды шашайық. Келін қағаз ақшаларды шетке қоя тұрайық. Осынша тиын екен. Бір қарағанда вроде бы кішкентай ғана мынадай копилка емес, енді копилкаға ұқсас нәрсе. Бірақ ішінде тиыны көп екен. Балалар, қалай есептейміз? Қалай жасайық? Қара Сұлтан. Сен 100 теңгеліктерді осылай 10-10-нан жина, жарай ма? Ал сен Жасмин 50 теңгеліктерді бір шетке жинамын, осындай тиындарды. Достар, балалар тиындарын топтастырып біткенше, сендер комментарийға ақша жинап жүрсіңдер ме, копилкаларың бар ма, және де осы уақытқа дейін қанша теңге жинадыңдар, соны жаза кетіңдер міндетті түрде. Біз үшін өте қызық. Достар, қалай ойлайсыңдар, мынаның ішінде қанша ақша шығады деп? Дәл қазір видеоны стопқа қойып, комментарийға жаза кетіңіздер, соңында салыстырамыз, кім дұрыс тапты, соған комментарийна лайк басып кететін боламын. Сұлтангерей, бұл ақшаны не үшін жинап жатсың? Квадроцикл алуға. Сұлтангерей өзінің туған күні келе жатыр, жазда туған күні болады. Соған, әкел, маған бере сал. Соған квадроцикл алғысы келіп, соған ақша жинап жатыр. Мінекей балалар сорттап бітті. Енді мен санауға көмектесейін. Осындай мынандай стопкаларға қазір жинап қоям. 1000 теңгеліктер қылып. Сосын соңында барлығын санап есептейміз. Болды. Достар, мінекей біз бөліп қойдық тиындарды. Мына жерде бізде өңкей 1000 теңгеліктер қылып жинадық. Қалған майдаларды 100 теңгелік бөліп қойдық. Қалай ойлайсыңдар, қанша ақша шығады деп? Ал санайық олай болса, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000. 14000 теңге. Ендеше мынау 100 теңгеліктерді біріктіріп санап көрейік. Ал кеттік олай болса. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600,
2700, 2800, 2900. Так, мынамен 3000. Так, 3000, 3100, 200, 300, 400, 500, 600. 3600. 3600. Мінекей санадық. Бізде мыналар 14000, ал мына жерде 3600. Сонда бізде 17600 теңге тиындар шықты. Ал енді мынау қорапшаны ашып көрейік. Сұлтан ашал. Ішінде қағаз ақшалары қанша болғанын есептейік. Бағана айтқанымыздай мына жерде 450. жоқ. Мың доллар күйінде есептемей қой, доллар күйінде болсын. Міне осындай Сұлтангерейдің апасы берген 2 доллары бар. Және де ал қалғанын ашшы. Жасминге көмектессін ал. Ал есептейміз. Мынаны түзе. Былай. Так, мына жерде 10 теңге. Былай ашшы Сұлтангерей. Мына былай аш. Ақшаларды осылай үстіне қой. Үстіне қой бер. 2000, 2500, 3000, 3000. Так, мынамен 4000, 4000. Сосын 5000 және де анауысымен 6000 теңге. Қағаз ақшамыз 6000 теңге шықты. Мінекей. 6000 теңге. Кән көрсетші ақшаларын. Стап. Мінекей. Сұлтангерейдің стал. 6000 теңгесі қағаз ақшасы бар. Достар, бізде тиынмен 17600 теңге және де қағаз ақшамен 6000 теңге шықты. Сонда барлығы 23600 теңге және де мына жақта қалдығымен 25 теңге артығымен шықты. Сонда 23625 теңге Сұлтангерейдің копилкасында жиналған екен. Ал енді айтқанымдай, мынау розовый сандықтың ішін ашамыз. Кән Жасмин ашшы. Ішінде не бар екенін көрсетейін. Бұл бізде коллекциялық ақшалар. Мен кішкентайымнан өзім жинағанды жақсы көретінмін. Ал шығарындар не бар екен ішінде. Кел. Бұл жерде әртүрлі мемлекеттің ақшалары бар. Мына жерде бізде Сұлтангерей бір-бірлеп ашып көрсетіңдерші. Мына жерде Қытай елінің ақшасы бар. Мына жерде сум дейді. Өзбектердің сумы. Осындай мына арты алды осындай. Одан соң рубль бар. Бұрын біздің қазақтың 200 теңгесі. Бұрынғыда осындай болған. Аль-Фарабидің суретімен, ал қазір бізде 200 теңгеміз. 200 теңгеміз мына осындай тиын. Бұрындары осындай 200 теңге болады. Кімнің есінде бар? Солар біледі. Міне арта осындай. Мына жерде бізде қырғыз елінікі де бар. Bir сом деген. СССР бар. Бұрынғы СССР кезіндегі тиындар бар. Мына жаққа шашындар көрсетейік барлығын. Мына жерде бізде мынандай да тиын бар. Түрк лирасы дейді. Түрктердің лирасы бар. Мынандай бұл қателеспесем Араб әмірлігінің тиыны. Мына United Arab Emirates дейді. Мына ескі бұрынғы тиындар да бар. Мынау қандай көз? Бұл метроның тиыны сияқты. Бұрынғы СССР кезіндегі тиындар бар. Мынау украиндықтардың копинок бар. Копинок деген украиндық теңгелері де бар. Мынандай қырғыз сомдары бар. Түріктердің лирасы. Міне түріктердің лирасы тағы бір теңге. Қазір көреміз. Мынау 2 pence дейді. Мынау евро королеваның араб деймін. Британ әмірлігінің Элизабет деген королеваларының суретімен. Мынау да 2 pence дейді. Бұл жерде енді әртүрлі елдердің тиындары бар. Және де мына жерде менде Жасмин күте тұр қазір. Мынау Жасмин көрсеткісі келіп жатқан мынандай 20 теңге бұрынғы
кезде осындай үлкен болатын 20 теңге. Ал қазір мына осындай 20 теңгеміз осынша размерға кішірейіп кетті. Арты мына осындай болатын. Мінекей 20 теңге. Мына жерде қараңыздар. Мынау бізде 5 Нигара Малайзия дейді. 5 сен дейді. Малайзияның тиыны. Енді бұны барлығын ашып көрсетуге болады сіздерге. Мына жерде 20 цент, 20 евро цент деп тұр. Бұның барлығын мен өзім кішкентайынан жинаған болатын. Мұны қонақтар келген кезде, сояқта басқа шетелдерге қыдырып келген кезде осындай тиындарды маған әкеліп беретін. Қараңыздар, бұрынғы 1 теңге 93 жылғы. Ал қазіргі 1 теңгеліктер мінекей осындай айырмашылықты көріп тұрсыздар, иә? Мінекей. Ал мынау бұрынғы 1 теңге. Арты мынадай Қазақстан Республикасы деп жазылып тұр. Ал достар, бүгінгі видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарийға өздеріңіз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі жолы біздің видеомыз шыққанда сіздерге хабарлама келіп отырады. Келесіде жүздескенше сау болыңдар. Пока-пока.